Жаратылыстану пәнінен өтетін тақырыбымыз электр тогы қалай пайда болды. Бүгінгі сабақта сен электр тогы қалай ашылғанын білесің, электрленудің не екенін түсінесің. Адамдар бұрынғы заманның өзінде-ақ тәріптасты құрғақ шүберекпен үйкегенде оның басқа ұсақ заттарды өзіне тартатын қасиетін байқаған. Мұндай құбылысты денелердің электрленуі деп атайды. Бұл құбылыс электр тогын ашуға себеп болды. Бұл қандай құбылыс? Балалар, суреттерге назар аударайық. 3 түрлі сурет берілген. Қандай құбылыстар болып жатыр? Бірінші, екінші суретке назар аударып қарасақ, синтетикалық тарақпен шашты тарағанда үйкеліс күші пайда болып, электрлену процесі болады екен. Бірінші суретке қыздың шашына қарасақ, электрлену процесі айқын көрініп тұр. Ал үшінші суретте тарақты шашқа немесе қандай да бір затқа үйкелеген кезде осылай бірінші суреттегідей электрлену тартылу процесі пайда болады екен. Электр тогы қалай пайда болды? Ең алғашқы ежелгі Грекияда. Ежелгі гректер кәріптастың ерекше қасиетін ашқан. Екінші 1800 жылы Александр Вольта электр энергиясын шығара алатын құрал ойлап тапты. 1874 жылы үшінші Александр Ладыгин деген инженер қыздыру жіпшесінің орнына көмір жіпше пайдаланып, жіпшелі шам ойлап тапты. Төртінші 1876 жылы адам электр энергиясын алыс қашықтыққа жеткізуді үйренді. Бұл мәліметтерді балалар ұмытпай есімізде сақтап жүреміз.